Баршаңызға қайырлы күн. Қазіргі кездегі хит болған дәмі ерекше дәмді маковый пирогның жасалу жолымен бөлісемін. Құрамы видеоның астына жазылған. Бөлме температурасындағы сары майға қант ұнтағын, жұмыртқаның сарысын қосып біркелкі болғанша араластырамыз. Үстіне ұн, миндаль ұнын, мак, қамыр қопсытқыш салып біркелкі болғанша қамыр илейміз. Қамырды илеп болған соң холодильникке жарты сағатқа қойып аламыз. Қамырды екі бөлікке бөліп жаямыз. Қамырдың бетіне пергамент қағазын қойып оқтамен жайсаңыздар болады. Мен қамырды осындай дөңгелек форманың өлшемімен жаямын. Екінші қамырдың бөлігін де дәл солай жайып аламыз. Жұмыртқаның ақ уызына қантты 3-4 бөліп қосып, өз формасын ұстағанша араластырамыз. Меренганың үстіне жүкері крахмалын қосып араластырамыз. Грек жаңғағын майдалап турап алып, оны да қосып араластырамыз. Қамыр қатты көтеріліп кетпес үшін шанышқымен тесеміз. Меренганы қамырдың бетіне екіге бөліп, салып, жайып шығамыз. Үстіне қатырылған жидектерді қосамыз. Басқа да жидек түрлерін қоссаңыздар болады. Таңқура, шие, қарақат, құлпынай, осылардың біреуін қоссаңыздар болады. Құлпынай меренганы ішіне кіріп тұру үшін осылай қасықпен басып шығамыз. Алдын ала қызып тұрған 180 градуста пеште 20-25 минутқа пісіреміз. Енді пирогтың кремін дайындаймыз. Творожный сыр біркелкі болғанша миксермен араластырамыз. Үстіне қантты қосып, жақсылап араластырамыз. Сливкиді құйып, крем қоюланғанша араластырамыз. Піскен қорждарды толық суытып аламыз. Қоржының ортасына крем жағамыз. Пирогыңыз дөңгелек әдемі болсын десеңіз, жандарындағы артықтарын кесіп алып тастауға болады. Мен бұл жерде кескен жоқпын. Екінші қоржды үстіне қоямыз. Қалған кремнің жартысымен пирогтың бетін әсемдеп шығамыз. Бұл пирогта меренгасы, кремі, қорждары бір-бірімен үйлескен өте ерекше пирог болып шығады, торттың орнын алмастырады. Бетіне қант ұнтағын себеміз. Видео ұнаса лайк қойып комментарий жазыңыздар. Және де достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Келесі видеода жүздескенше.